Баршаңызға қайырлы күн. Тізенің қақсап ауырғанын бір күнде емдеуге болады. Қалай? Видеоны соңына дейін көреміз. Тізе ауруы жастарда да, егделерде де кездеседі. Тіпті балабақшадағы балақайлардың өзі тізесінің ауырғанын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отырғанын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Дәрігерлер не дейді? Халық емі тәсілдері қандай? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауырғанына бірнеше жағдайлар себеп болады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Достар, біздің арнаға көрермендердің 99%-ы арнаға жазылмай көреді екен. Сондықтан арнаға жазылып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Тізе ауруларының бірінші себебі жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізе бүккен уақытта сырқырап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетпейді. Сіңір зақымданғанда, қатты ұрып алсаңыз немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Ал бұл сіңірдің зақымданғанынан белгі береді. Артроз бен артрит. 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынын қақсап, сырқырап ауырғанына келеді. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Тұз байлау. Егер аяғыңыз тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-дом жасаңыз. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін 3 кеңеске назар салыңыз. Бірінші кеңес: әрине тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мг бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындау тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа салыңыз, оны жақсылап ұнтақтаңыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да белеңдермен араластырыңыз. Бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышқа сақтау керек. Дайын болған кезде емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақ алдында 1 ас қасық қабылдайсыз. 1 аптадан соң оң нәтижесін көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады. Сіңірдің ауырғаны жазылып қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады, зат алмасу реттеледі. Екінші кеңес: фольга да өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардан алдын тізені фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатыңыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасаңыз. Тізе ауырғанын басады. Үшінші кеңес: егер тізеңіздің айналасы ісініп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, белеңдермен ұсақтаңыз. Үгінді 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күніне 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп алыңыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағыңыз. Тіпті аяғыңыздың ауырған тұстарына да жағуға болады. Бір келкетіп жағып болған соң сыртынан пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізіңіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасасаңыз, оң нәтижесін байқайсыз. Дәрігерлер не дейді? Буын ауырғанынан құлаң таза айығып кету қиын. Бұл сырқатқа шалдыққан адам мүмкіндігі келгенше 5 келіден артық салмақты зат көтермеу керек. Затты 2 қолына тең салмақты ұстаған жөн. Биік өкшелі немесе тегіс аяқ киім кию зиян. Аяқ киім өкшесінің биіктігі 3-4 сантиметрден аспағаны дұрыс. Тоқтамай ұзақ жүру, денедегі артық салмақ та буынға зиянын тигізеді. Буын кеселі омыртқаның қызметіне әсер етеді. Организм шаршайды.
Мамандардың айтуынша бұл ауруды емдемесе мүгедектікке әкелуі мүмкін. Буын ауруын емдемес бұрын неден пайда болғанын анықтап алған дұрыс. Ол үшін қан сараптамалары, рентген тексерулері жүргізіледі. Нәтижесінде сараптама қорытындысына сәйкес ем тағайындалады. Халық емі тәсілдері. Буынның қозғалу қабілеті ағзаға кальций мен натрийдің жетіспеуінен төмендейді. Минералдар кешенін қабылдаңыз. Ауырған буынды балмен сылап, орам жапырақтың 3-ші қабығын жұмсартып, балмен жағып, онымен буынды 3-4 сағатқа орап тастайды. Осы емдеу тәсілін 10 күн жасауға болады. Мынандай қоспа әзірлеңіз. 50 грамм камфора майы, 100 грамм спирт, 50 грамм қыша ұнтағы, яғни горчица, 100 грамм шикі жұмыртқаның ақуызы керек. Алдымен спиртке камфора майын араластырыңыз, оған қышаны қосады. Ақуызды бөлек ыдысқа жақсылап бір келкі болғанша араластырып, сосын қосыңыз. Бұл қоспамен күнделікті ұйқы алдында буынды сылайды. Шошқа майы да буын тізе ауруына, әсіресе тұз байлау кезінде жақсы көмек береді. Тұздалмаған, қақталмаған жаңа жас майды жұқалап кесіп тізеге танып, сыртынан жылы орап қояды. Ол түнімен тері тесіктері арқылы буындағы тұзды ертіп, өзіне сіңіреді. Жағдайға қарай емді 7-15 күн жасауға болады. Жарты литрлік банкеге 1 стакан айран құйып, оған ыдыс толғанша қара нанды ұнтақтап қосады. 1 ас қасық сода қосып араластырып, жылы жерге 5-6 сағат қолданыңыз. Сосын сүзіп алыңыз. Осы айран қорытпағына шүбекті батырып алып, ауырған буынды компресс жасау керек. Емді күніне 1-2 рет, жалпы 10-15 рет жасауға болады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.